Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге Инстаграмда таргетті қалай жіберу керектігін көрсетемін. Негізінде таргетолог маманға жүгінген де дұрыс, себебі олардың арнайы фишкалар бар, оқыған, қандай текст қою керек екенін, қандай сурет қою керек екенін біледі. Мен таргетолог емеспін. Алайда таргет жіберіп үйреніп, өзіме солай клиенттерді таптым. Сондықтан да бұл жерде өзімнің білгенімен бөліскім келіп тұр. Мен үшін менің байқағаным, Инстаграмда сіздің дүкеніңіз болса, подписчик саны маңызды емес, подписчиктің сапасы маңызды. Мысалы, қараңыздар, менде қазір жұмыс парақшам 3300 подписчик. Бұл енді 1,5 жылдай болды. Бұл парақшада жұмыс жасап жүрген жоқпын. Әйтсе де тәжірибеммен, басымнан өткен дүниелермен сіздермен бөлісейін. Менде 3300 подписчик болды. Мысалы, қараңыздар, лайк саны да мінекей 12. Бұрынғы публикацияларды да көрсетейін. 12, мысалы, мінекей 11, 6, лайк саны өте аз. Әйтсе де менде сауда жақсы жүрді. Өйткені мендегі аудитория дәл мен өзімнің қалаған аудиториямды жинадым десем де болады. Целевая аудитория дейді ғой. Сол маңызды негізінде. Подписчиктің саны емес, сапасы. Сондықтан да санды қуаламай, сапалы подписчик, 1000 подписчик, даже сізде 500 болып, сапалы живой подписчик сіздің тауарларыңызды алып тұрса, өте жақсы. Енді әрі қарай мен сіздерге таргет жіберуді көрсетейін. Кез келген, мысалы, мына бір сырғаны таңдайық. Ең бірінші таргет жіберетін кезде сіздің жұмыс парақшаңыз жеке аккаунттан бизнес аккаунтқа өту керек. Одан кейін продвигать публикацию дегенді таңдайсыз. Осы жерде мынандай бет шығады. Мысалы, сіз үшін қандай результат күтесіз содан. Менде, мысалы, профилімді көп көрсетемін, себебі профилімді қараса, бәлкім бір тауар ұнап қалып, менің клиентім болар деген мақсатпен біріншісін таңдаймыз. Далее дегенді басамыз. Әрі қарай бізде осындай бет шығады. Енді қараңыздар, выберите целевую аудиторию дейді. Автоматически деп шығып тұр ғой мына осы. Бұл жерде осыны әрі қарай далее дегенді бассаңыз, сізге Инстаграм өз автоматты түрде аудиторияны тауып береді. Сіздің парақшаңызды жазылуы мүмкін, сіздің тауарыңыз қызықты деген клиенттерді, аудиторияны тауып береді. Бірақ мен бұл жерде создать свою аудиторию деген таңдаймын, себебі өзім таңдап, өзім аудиторияны шақырғым келеді. Мүмкіндігінше негізінде сол дұрыс. Екіншісін басамыз, одан кейін осындай бет шығады. Название аудитория, мысалы, кез келген атауды жазсаңыз болады. Әйелдер дей салайық. Мысалы, көбіне менде әйелдер алады ғой. Местоположение бұл жерде енді біз қай жерде сіз таргет жібересіз. Мен Қазақстанның барлық қалаларында. Мына жоғары жақта көріп тұрсаңыздар, шамамен аудитория осыншама болады деп тұр. Әрі қарай галочканы басамыз. Енді осы жердегі бастысы интересы. Сіздің тауарыңызды кімдер алады? Мысалы, менің тауарымды, менің әшекейлерімді әйелдер алады, қыздар. Олардың не нәрсе қарайды? Инстаграмда отырып, мысалы, мода деп таңдайық. Мына мода. Осы жерден тақырыптар шығады, соны таңдаймыз. Мысалы, дизайн одежды деп таңдай. Себебі одежда, дизайн, соны қарайтын қыздарға да әшекейлер қызық болуы мүмкін. Таңдадық. Әрі қарай осылай кете береді, тақырыптар шыға береді. Мода, мысалы, тағы да қандай не таңдасақ болады. Мысал ретінде ойыма ештеңе келмей тұрғанын, сумки дейін. Тағы да сумки десем, не шығады екен? Женские сумки деп шықтыр, осыны таңдаймын. Міне астында уже шықтық.
астында уже көп бірін артынан міне тақырыптар шығып тұр. Осы жерден жаймен таңдай бересіз. Модный аксессуары, соны қарайтын аудиторияға менің әшекейлерім қызық болуы мүмкін. Таңдадым. Ювелирный изделия таңдадым. Покупки таңдадым. Егер де мына кольцо украшение деген таңдаймын қазір. Кольцо украшение, мінекей. Серге, осы тақырып бойынша қарайтын аудиторияға менің әшекейлерім қызық болуы мүмкін, сондықтан осыларды мен көп қып таңдай берем. Браслет, мысалы, Пандора, өстіп кете береді. Егер де сіз балалар киімін сатсаңыз, детский сад деп таңдасаңыз да, осындай астынан ұқсас тақырыптарды шығара береді, соны таңдай бересіз. Осындай көп қып таңдайсыз, сол дүниені қарайтын аудиторияға сіздің тауарыңыз қызықты болуы мүмкін деген таңдайсыз да, көп аудитория өзі солай шығады ручной. Сосын таңдап болғаннан кейін тағы да түсіндіңіздер ғой, егер де бұл жерде целевая аудитория, яғни сіздің тауарыңызды алу мүмкін деген адамдарды сіз өзіңіз қарап алып жатырсыз. Өзіңіз іздеп жатырсыз. Сіз балалар киімін сатсаңыз, бұл жерде детский сад. Балалар киімін кім алады? Балалар киімін аналар алады. Мамашалар инстаграмда не қарайды? Мамашалар детский киім қарайды, детский сад қарайды. Балаларға қатысты тақырыптарды жаза берсеңіз, осындай дүниелер шығады. Сөйтіп, сіздің мені затымды алатын адамдар осындайды қарайды деген тақырыптарды таңдай бересіз. Таңдап болған соң, мына птичканы басамыз, осылай шығып тұр. Мына жоғары жағын қарасаңыз, шамамен осыншама аудитория қарайды болады деген сөз. Ары қарай птичканы басамыз. Енді осыдан кейін таңдадыңыз аудиторияңызды, дали дегенді басамыз. Енді бюджет, мінекей, қанша күнге? Біріншісін таңдасаңыз болады. Пока я не приостановлю. Ақша ала береді, мінекей, осыншама. Немесе установить продолжительность деген таңдайсыз. Неше күнге? Мысалы, мен 3 күнге алатын болса, мен $21 төлеймін. За 3 дней деп тұр. Бюджет, яғни күніне $7 алып тұр. Екіншіні қарасаңыз, 5700, 15000. Шамамен мені осыншама кісілер көреді. Енді бұл бюджетке қарай. Егер де бюджет, мысалы, $10 десек, 3 күнде $30 төлеймді, мені 19000 адамға дейін қарау мүмкін. Солай бюджетті көбейткен сайын, нақты охваттағы кісілердің саны көбейе береді. Ал егер мысалы, $3 таңдасақ, 3 күнде $9 төлейміз, бірақ охват 8000 адамға дейін. Солай көбірек ақша төлесеңіз, охваттағы кісілер көп болады, адам саны, аз төлесеңіз аз болады. Солай қаражатыңызға қарай, күнге қарай осылай таңдап аласыз. Дали дегенді басасыз. Мінекей проверка дейді. Предпосмотр объявление деген таңдайсыз. Лентада қалай көрінеді, историяда қалай көрінеді, соның барлығын көре аласыз. Және продвигать дегеннен кейін, мына жақта мінекей оплата деген шығады, сол оплатаны төлейсіз. Яғни картаңызды картаңызды енгізіп, ақша аласыз. Сосын мына ваше рекламное объявление направлено на проверку. Обычно проверка занимает не больше 24 часов дейді. Енді қараңыздар, мен жаңа ешқандай картаны енгізген жоқпын. Яғни мен бұрында жұмыс істеп жасап келе жатқандықтан, осылай пауза жасағанда мен байқағаным Инстаграм, былайынша айтқанда, қарызға істеп тұр ғой маған. Келесі жолы мен осылай тағы да бір публикацияны продвигать ететін кезде, алдындағы жаңағы қанша теңге жібердім, соншаны ақшасын мен уже төлеуім керек. Дәл жаңағыға келген кезде уже ары қарай шығады, картаның номерін жазыңыз деп.
карта номер жазып, енгізіп, солай оплата жасайсыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып, тіркеліңіздер. Алдағы уақытта тағы сіздермен бар білгеніммен пайдалы деген дүниелерді сізге көрсетемін.